Саламатсыздар ма? Мен номер 17 колледждің теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Бадырова Эльмира Дүйсенбайқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы рельс тізбегіне техникалық қызмет көрсету. Сабақтың мақсаты рельс тізбегіне техникалық қызмет көрсету туралы білімдерін тереңдетіп, оны іс жүзінде қолдана білуге үйрету, өз бетінше жұмыс істеу шеберліктерін дамыту. Іскерлікке, ұқыптылыққа, үнемділікке, әсемдік және адамгершілік бағытына студенттердің білімін бақылап, тәрбиелікке баулу. Рельс тізбектері теміржол автоматикасы мен телемеханикасының негізгі элементі болып табылады. Оның әрекеті пойыздар қозғалысын реттейтін барлық автоматты және телемеханикалық жүйелердің құрылғыларына енгізілген және белгілі дәрежеде құрылғылар жұмысының сенімділігі мен пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін анықтайды. Рельс тізбегі дегеніміз электр тізбек. Онда қоректендіру көзі мен жүктеме бар. Ал электр тоғының өткізгіші ретінде теміржолдың рельс тіні пайдаланылады. Қарапайым рельс тізбегі электр сұлбасы, қоректендіруші ұштан, рельс желісі мен реле ұшынан тұрады. Рельс тізбегі жылжымалы құрамнан бос болған уақытта жол релесі оның бос күйін сенімді тіркеуі тиіс. Рельс тізбегінде кем дегенде бірақ доңғалақтар жұбы болса, немесе рельс толық істен шықса, жол релесі зәкірді түсіріп, рельс тізбегінің бос емес күйін тіркеуі қажет. Оқшаулаушы түйіспелердің электрлік тұйықталуы және рельс тізбегімен шектес қоректендіру көзінен тоқ жеткен уақытта жол релесі зәкірді тартпай, рельс тізбегінің бос емес екендігін, жалғандығын, яғни бұзылған күйін сенімді тіркеуі қажет. Станциядағы рельс тізбектері жол учаскесінің бос немесе бос емес жағдайын бақылау, рельс желісінің тұтастығын бақылау, жол құрылғыларынан локомотивке және жол құрылғылары арасында кодтық сигналдарды беру үшін қызмет етеді. Қорытындылай келе, рельс тізбегіне техникалық қызмет көрсету тақырыбы бойынша рельс тізбегіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезіндегі мәліметтер мен өндірісте қолдану әдістері мен қауіпсіздік ережелерімен таныстырылды. Теориялық біліммен өндірісті байланыстырып, студенттердің ел қамын ойлайтын, білімді, тәртіпті, мәдениетті, білікті маман болуын қалыптастыру. Назарларыңызға рахмет.